Украина мен Ресей арасындағы қарулы қақтығыстың жүріп жатқанына 10 айға жуық уақыт болды. Ол Қазақстан экономикасына жан-жақты тікелей және жанама қиындықтар тудырды. Транзиттік кедергілерден бөлек өндіріс тізбегінің үзілуі бизнестің кей түрінің бәсеңдеуіне себеп болды. Үкімет бұл мәселені шешу үшін жыл басынан бері не істеді және 2023 жылы бизнес осы қиындықпен тағы да бетпе-бет қала ма? Сарапшы Айбар Олжаевтың айтуынша, Қазақстан Ресейден біртіндеп қашықтай береді. 5-6 жылда Ресеймен бірлескен ірі жобалар қалмайды. Биыл Ресеймен арада сауда 5% өскенімен, соның ішінде Ресейдің Қазақстаннан импорты көбейіп келеді. Оның себебі Ресей санкциялық тауарларды Қазақстан арқылы параллель импорттап жатыр. Оның ішінде теледидар, смартфон, ноутбук, компьютер секілді техника бар. Келешекте Қазақстан транспорттық логистикалық шешімдер қабылдағанда Ресейге қатысты қатерлерді ескеретін боламыз. Бұл Ресей үшін жағымды жаңалық емес. Себебі санкцияға ұрыну қаупі болғандықтан біріккен жаңа ірі жобаларды бастамайтын боламыз. Оның нақты жемісі 5-6 жылдан кейін белгілі болады. Өйткені қазіргі жобалар оған дейін бітеді. Енді жаңа жобалар басталмайды. Қазақстан кәсіпкерлері енді ірі жобаларды Қытай, Өзбекстан мен Әзербайжанмен жасайды. Ресей нарықтан ығыстырылып шыға бастады деді.